Сәлем достар, бүгін біз кеспе жасайтын боламыз. Міне өйстіп мен анам да көмектесіп отырды. Өйстіп сарымсақты салдық. Осындай сұлтан деген керемет кеспені саламыз қазір. Жұмыртқаны салдық. Өйткені мен жұмыртқамен жақсы көрем. Енді біз араластырамыз. Қанша көп рет араластыру керек, өйткені сарымсақ пен жұмыртқа екеуі пісу үшін. Солай, енді тұзды салдық. Қазір соңында тағы тұз саламыз. Енді көресіздер. Міне өйстіп сарымсақтарды ұрып шықтық, өйткені сарымсақ енді туралғаннан ол қатты болып тұрады. Сондықтан өйстіп ұрып шықтық. Міне өйстіп ұрып шықтық қайттан. Енді біз кеспені салайын деп жатырмыз. Осыдан 30 минуттан кейін бе, 15 минуттан кейін бе кеспені саламыз. Достар, өйстіп мамам дәмін татып көрді. Дәмді екен. Енді біз кеспені салып жатырмыз. Қанша 4 рет кеспе салдық. Өйткені көбірек кеспе салу керек. Өйстіп шашып алдым. Содан мамам жинады. Өйстіп тағы да салдық. Мынау аз болып кетті. Енді камерам қайттан құлады. Енді араластырып жатырмыз. Мамам тағы дәмін көрді. Енді қайттан кеспе салып жатырмыз. Енді қайттан кеспе саламыз. Енді содан кейін мамам салады кеспені. Міне достар, мен қайттан кеспе салайын деп жатырмын. Болды, уже салдым. Енді мамам салады. Вот, мамам салып жатыр. Мен қазір жүгіріп кететінім бар да. Айттым ғой, жүгіріп кететінім бар. Қасық алуға барғам. Жүгіріп кететінім бар менің. Камера кезінде байқамай жүгіріп кеткем. Енді өйстіп қайттан камерам құлады. Өйстіп қойдым. Өйстіп суда салдық, көріп тұрсыздар ма? Сұп-сұр су болып тұрған. Енді өйстіп сұлтан деген күшті кеспе екен, соны салдық. Енді оны өз орнына қою керек. Енді біз ол негізі пияздардың араласында тұрады. Осылай күнде жылы екен. Сау болыңыздар. Өйстіп әдемі кеспе болып шықты.